Әлемнің зорлау астанасы. Конго Демократиялық Республикасының шығыс провинциялары осындай қорқынышты атаққа ие. Ішкі зорлық-зомбылық жалғасып жатқан елде жүздеген мың әйел зорлық-зомбылықтың құрбаны болады. Және Біріккен ұлттар ұйымы атап өткендей, жағдайды өзгерту әлі мүмкін болмады. Конгода жыныстық қылмыстармен күресетін және олардың құрбандарын оңалтуға көмектесетін механизмдер іс жүзінде жоқ. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Екі соғыс және бірнеше көтеріліс. Бұл Конго Демократиялық Республикасының соңғы 20 жылдағы қысқаша тарихы. Қарулы қақтығыстар миллиондаған адамның өмірін қиды. Зорлық-зомбылық, соның ішінде сексуалдық зорлық-зомбылық күнделікті шындықтың нормасына айналды. Менде жыныстық құмарлық болған кезде мен қанағаттанғанша әйелдерді зорлаймын. Осыдан кейін мен біраз уақыт тыныштала аламын. Бірақ көңілім толмаса, басқа әйелді тауып алып тағы да зорлаймын, дейді ер адамдардың бірі. Сексуалдық зорлық-зомбылық елдегі тәртіпсіздіктің салдары ғана емес, кейде ол соғыс құралына айналады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Нави Пиллай былай дейді: қақтығыс аймақтарында жыныстық зорлық-зомбылық жергілікті халықты қорқыту, сондай-ақ жаумен ынтымақтасады деген күдікке ілінгендерді жазалау үшін қару ретінде қолданылады. Сексуалдық сипаттағы қылмыстарды барлық соғысушы топтардың жауынгерлері жасайды. Көтеріліс күштері де, Конго армиясы да. Республикада Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық істерді үйлестіру басқармасының бағалауы бойынша 3 миллионға жуық ел ішінде қоныс аударғандар бар. Көбінесе зорлаушылар құрбандарымен бір шатырлы лагерлерде бірге тұрады. Екі солдат мен ұйықтап жатқан бөлмеге басып кіріп мені зорлай бастады. Жақын жерде ағам бар еді. Ол айғайлап жіберді. Олар оған оқ жаудырды. Олар ағамды өлтіргенше оқ атты. Жазықсыз ағамды өлтірді, дейді зорлық құрбандарының бірі. Зорлау жәбірленушілерді ұрып-соғып азаптайтын ерекше қатыгез нысандарда жиі жүзеге асырылады. Балалар жиі осы зұлымдықтардың куәгері болады. Мені зорлап кетті. 10 ер адам болды. Мен анық білемін, өйткені мен оларды байқатпай санадым. Осы кезде мен балаларымның айқайлап, жылап жатқанын естідім. Мама, олар бізді ұрып жатыр. Бұл адам төзгісіз жағдай болды. Бірақ мен күйеуімді осы адамдар өлтірді деп ойладым. Сол үшін мені де өлтірмесін деп қарсылық танытпағаным дұрыс болды. Содан кейінгі жағдай менің есімде жоқ. Мен ес-түссіз қалдым және ауруханада ояндым, дейді тағы да бір құрбан әйел. Сұмдықты бастан өткерген Масика анасы есін жиып қана қоймай, басқаларға көмектесуге күш таба алды. Өзімен болған оқиғадан кейін көп ұзамай ол зорлау нәтижесінде туған балалар үшін баспана құрды. Өкінішке орай, төменнен ел тұрғындарының өздерінен шыққан мұндай бастамалар қиын жағдайда, бірақ олар үшін бұл бірден бір көмектерлік. Жоғарыдан көмек күтудің қажеті жоқ. Ресми деңгейде сексуалдық қылмыстармен күресу шаралары қабылданбайды десе де болады. Конгодағы сексуалдық зорлық-зомбылықпен күресуге арналған Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінің Женевадағы отырысында сөйлеген кезінде адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссар Нави Пиллай құрбандардың зардап шеккеніне өтемақы жоқтығына алаңдаушылық білдірді. Сондай-ақ Конгода зорлық-зомбылық құрбандарын стигматизациялауды, яғни әлеуметтік теріс көзқарастардан азайтуға көмектесетін бағдарламалар немесе заңнамалық жобалар жоқ. Тіпті әділет жүйесі де әйелдерге қажетті қорғанысты қамтамасыз ете алмайды. Соңғы деректерге қарағанда, соңғы кездері зорлаған үшін жазаланғандар санаулы ғана. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымының өкілі Айда Сойер соңғы бірнеше жылда зорлау қылмысын жасағандарды қудалау саны аздап өсті. Алайда көп жағдайда төменгі дәрежедегі сарбаздар немесе офицерлер сот залына түседі. Жоғары әскери шендердің өкілдері зорлау үшін өте сирек сотталады, деп пікір білдірді. Оның үстіне қол астындағыларды қылмысқа итермелейтіндер де көбіне жоғарғы лауазымдағылар. Біздің командиріміз оған әйелдерді әкелуді бұйырды. Нәпсі құмарлығымды оятқан сұлу қызды көрген сайын алдымен өзім зорлап, сосын командирге әкелдім, дейді сарбаздардың бірі. Конгодағы сексуалдық зорлық-зомбылықпен күресу жөніндегі бастамалардың бір бөлігі ретінде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссарының кеңсесі зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 5 пилоттық жобаны іске қосты. Мамандар атап көрсеткендей, жағдайды өзгерту үшін жазасыз қалдыруды тоқтатып, қол астындағылар жасаған қылмыстар үшін командирлерді жауапкершілікке тарту керек.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі 2003 жылы жаппай зорлау орын алған шалғайдағы Конго Демократиялық Республикасының Сонгомбойо ауылындағы әйелдерге қайықтың кілтін табыс етті. Жаңа қайық арқылы олар өз тауарларын жергілікті нарықтарға тиімдірек тасымалдай алады. Барлық әйелдердің атынан кілттерді алған Тереза Балува бұл сыйлық әлбетте Сонгомбойоның қираған халқына халықаралық қауымдастықтың жанашырлығы мен ынтымағын білдіреді, деді. Балува ханым Сонгомбойодағы жыныстық зорлық-зомбылықтан аман қалған қауымдастықтың президенті. Бұл қауымдастықта әйелдер бір-біріне көмектесу және ауылдағы 100-ден астам әйелді жаппай зорлаудан кейінгі жылдары табыс әкелетін қызметті дамыту үшін құрған. Адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссар Нави Пиллай өзінің өкілі және Конгодағы Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің басшысы Жан-Люк Маркстың салтанатты рәсімде оқыған мәлімдемесінде «Мен сіздің қаншалықты азап шеккеніңізді білемін және мен оған таңданамын. 2005 жылы зорлық-зомбылықты адамзатқа қарсы қылмыс ретінде анықтайтын маңызды сот шешіміне әкелген сіздің батылдық пен шешімділігіңіз. Сіз өз құқықтары үшін күрескен әйелдің үлгісісіз. Сіздердің көпшілігіңіз сексуалдық зорлық-зомбылықтан ғана емес, кейін ар-намысқа нұқсан келтіруден де зардап шектіңіздер», дей кетті. Соңғы 12 жыл соғыс кезінде Конго Демократиялық Республикасында шамамен 200 мың әйел зорланған. 2011 жылдың алғашқы айларында зорлық-зомбылықтың 120 жаңа оқиғасы тіркелді. Өткен жылы адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссар Конгода сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандарының өздерін тыңдау және оларға қандай қорғау құралдары бар екенін және оларға не қажет екенін білу үшін жоғары білікті қазылар алқасын шақырды. Комиссия мемлекет пен Біріккен ұлттар ұйымы қабылдаған шараларға және зорлық-зомбылық құрбандарына олардың сауығып кетуіне көмектесуге бағытталған бағдарламаларына қарамастан, бұдан да көп нәрсеге істеуге болатын еді деп шешті. Басқарма шалғайдағы Сонгомбойо ауылындағы әйелдердің шұғыл қажеттіліктері негізінен қанағаттандырылмаған деген қорытындыға келді. Ауылдың әйелдері сотпен берілген ақшалай өтемақыны алмағанын біле тұра, колледж Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қауымдастығының көмегімен қайықты жасау үшін Біріккен ұлттар ұйымының күш-жігерін үйлестіріп, ынтымақ белгісі ретінде әйелдер қауымдастығына сыйға тартты. Жоғары комиссар қайықты тапсыру рәсімде былай деп өтті: «Әділет, қылмыскерлерді жауапқа тарту, бірақ бұл ғана емес. Әділдік жәбірленушілерді қалпына келтіруге және олардың тәжірибесін жеңуге көмектесетін құралдармен қамтамасыз етуді қамтуы керек. Сіздің абыройыңыз бен өміріңізді қалпына келтіруге күш салғаныңызды мойындай отырып, колледж сізбен ынтымақ танытқысы келеді». Қайықты тапсыру Сонгомбойо ауылы орналасқан Экватор провинциясының астанасы Мбандака қаласында өтті. Салтанатты шараға Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері, құқық қорғау ұйымдары мен провинцияның мемлекеттік қайраткерлері қатысты. Іс-шара сыйға тартылған қайықпен Конго өзені бойымен ортақ серуенмен аяқталды. Осы видеоны аса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз, қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.